Армысыз, қазақ елі. Қазақ халқының салт-дәстүр арнасына қош келдіңіз. Бүгін біз қазақтың ұлы ақыны, ағартушысы, қазақтың жазба әдебиетінің және әдеби тілінің негізін салушысы Абай Құнанбайұлы туралы бүкіл шындықты айтатын боламыз. Ұлы ақын, ағартушы, қазақтың жазба әдебиетінің және әдеби тілінің негізін салушы Абай Ибрахим Құнанбайұлы Өскенбайұлы, Шығыс Қазақстан облысы, бұрынғы Семей уезі, Абай ауданында, бұрын Шыңғыстау облысы, Шыңғыс тауының бауырында дүниеге келді. Абай атақты тобықты руының Ырғызбай деген тобынан тарайды. Ол ауыл молдасынан оқып жүрген кішкентай кезінен ақ зеректігімен көзге түседі. Кейін ол Семей қаласында 3 жылдық медресе тәрбиесін алады. Абай көпті көрген әжесі Зеренің тәрбиесінде болды. Шешесі Ұлжан да ақылды ананың бірі болған. Әкесі Құнанбай Өскенбайұлы орта жасқа келгенде атқа мініп, ел билеу жұмысына араласқан заманы, Ресей патшалығының Қазақстанның батысы мен орталық аймағын отарлап, ел билеу жүйесін өз тәртібіне көндіре бастаған кез. Құнанбай өз заманында ел басқарған адам болды. Ол ел билеу ісіне балаларының ішінде Абайды баулып, араластырды. Абайды оқудан ерте тартып, оқудан шығарып алуы да сол билікке ұлын қалдыру мақсатында еді. Әке еркімен елісіне жастай араласқан Абай тез есейіп, балалықтан да ерте айырылып, жастайынан ел ішіндегі әңгіме, сөз өнерін, билердің шешендік өнеріне құлақ салып, өзінің ерекше талантымен бойына сіңіре білді. Ел үшін әділет жолын ұстанған Абайдың үстінен арызда жазылып, 3-4 ай тергеліп ақталып шықты. Әке шешесінің қасында жүрсе де, жас Абай оқудан қол үзбейді. Бос уақытында қазақтың мәдениетін, араб, парсы, шағатай тілдерін үйренеді. Шығыс әдебиетінің алыптары Низами, Хожа, Хафиз, Науаи, Физули тағы басқа ақындарының өлеңін жаттап өседі. Кейін ол орыс әдебиеті мен тілін өздігінен үйреніп, орыстың ұлы ойшылдары Пушкин, Лермонтов, Щедрин, Некрасов тағы басқа шығармалармен танысады. Сонымен бірге ағылшын ғалымы Дарвиннің, Шекспирдің шығармаларын да оқиды. Соның арқасында дүниетанымын кеңітіп, білімін шыңдай береді. Абай ауқатты отбасынан шықса да халқына үнемі жақын болды. Олардың дауын даулап, мұңын жоқтады. Мұны оның мына өлеңнен көруге болады. Кедейдің өзі жүрер малды бағып, отыруға отын жоқ үзбей жағып. Тоңған иін жылытып, тонын илеп, шекпен тігер қатыны бүрсең қағып. Қар жауса да тоңбайды бай баласы, үй жылы, киіз тұтқан айналасы. Бай ұлына жалшы ұлы жалынышты ағып жүріп ойнатар көздің жасы. Жасы 30-дан асқан Абай орыс тіліндегі кітаптарды мықтап оқуға бұрылады. Сол кезде Семейге айдалып келген орыс демократтармен танысады. Соның ішінде өзінің ерекше танысып араласқаны Михайлис болды. 1880 жылдары айдалып келген Долгополов, Леонтьевтермен да танысып, өзі олардан үйрене жүріп, өзі де оларды халқының салт-дәстүрімен таныстырып, қол ұшын берді. Ақынның шығармашылықпен еркін араласуы 1860 жылдар болды. Ол кезде Абай өлеңдерін басқа аттармен жариялаған, тек 1886 жылы Жаз деген өлеңінен бастап өз атын қоя бастайды. Ақынның жаз, күз, қыс, жазғытыр, сонымен қатар жасымда ғылым бар деп ескермедім, ғылым таппай мақтанба, интернатта оқып жүр, 8 аяқ өлеңдерінің сол кездегі әлеуметтік жағдайларды түсіну үшін маңызы зор. Абайтанудың білгірі Мұхтар Әуезовтің атап көрсеткендей, Абай мұрасының нәр алған рухани үш арнасы, өз халқының мәдени мұрасы мен шығыс, батыс елдерінің рухани қазынасы болды. Оқи жүріп, білімін толықтыра жүріп 40-тан асқан шағында бір жола ақындыққа берілді. Туған халқын сүйіп, оны қасіреттен құтқаруды, бодандыққа қарсы Абай халқын оятып береке бірлікке шақырды. Туған халқы да Абайын сүйіп қатты құрметтеді. Өмірлік мағынасы зор өлеңдерін жатқайтып тұмардай сақтады. Шынында әр сөзі теңіздің тереңіне тартқандай мың батпан ойдан туған, кісіге берер шабыты мен шапағаты мол Абай әр қазақтың бағдаршамы іспетті. Абай өлеңдері бай философиялық, көрескерлік қасиетке ие. Ол ең алдымен қазақтың телеги теңіз ауыз әдебиетінен сусындап, батырлар жыр мен ғашықтық жырларының үрдісіне мұрагерлік етті. Ескендір, Масғұт, Әзім әңгімесі Абайдың шығармашылық мұрасындағы поэмалары да зерттеушілердің назарында. Абай қазақ өлең үлгісін жаңаша тұрғыдан байыта түсті. Сондықтан да Абай қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаушы деуге болады. Абайдың ақындық дәстүрін ақынның көзі тірісінде тікелей дамытып жалғастырған ақын шәкірттері болған.
Солардың ішінде ерекше орын алатыны Абайдың өз балалары. Абай тек қана ақын емес, сонымен бірге сазгер. Халық арасына шыққан таланттарды танып, олардың еңбегін таратушы болды. Абайдың ән шығармашылығы қазақтың халық музыкасында ерекше орын алады. Сегіз аяқ, айттым сәлем, қаламқас, желсіз түнде, жарық ай және тағы басқа әндері әлі күнге дейін халық жүрегінен жылы орын алған. Абай өзінің шығармашылығында қара сөзге ерекше мән берген. Абай поэзиясының арқауы ғылым, білім, еңбек осы қара сөздерде жалғасып дамиды. Қара сөздерден адамның көңіл күйінің жарығы мен қараңғысының айнасы болған күлкі мен қайғы туралы педагогтар арасында осы күнге дейін айтылмаған тың ой табамыз. Өйткені күлкі мен қайғы туралы ешкім Абайдай тап басып айта алмаған. Абай күлме демейді, тек орынсыз күлкіден сақ бол дейді. Абай өз шығармалары арқылы рухани бірлікке шақырады. Қорыта айтқанда, Абай қазақтың демократ ақыны, ұлы ойшыл, философы. Ол қазақ тілінің мәйегінен көптеген өлеңдер мен дастандар, сондай-ақ басқа да философиялық шығармалар жазды. Абайды абай еткен, асыл сөзімен өлең етіп үйтіп, жүрегіне жыр болып байланған қасиеті, өмірден әділет, мейірім, сенім, адалдық іздеу барысында тапқан танымдық олжалар, санасын сарғайтып барып көзін ашқан тұжырым тоғыстары өлең арқылы өріліп жатыр. Абай өлеңдерінің тақырыбы жан-жақты, әлеуметтік аясы кең. Өлеңдері халықты өнерге, білімге, ғылымға шақырады, әрі жанға жайлы, жүрекке жылы тиетін махаббат өлеңдері болып келеді. Сондықтан Абай өлеңдері 19 ғасырдағы қазақ қоғамының айнасы деп те аталады. Ақын 1904 жылы туған жерінде қайтыс болды. Сүйегі Жидебай деген жерге қойылды. Қазір сол Жидебайда ақынның өзі тұрған үйде әдеби мемориалдық мұражайы бар. Жер бетіндегі күллі қазақ қауымы өздерінің ұлы Абайымен мақтанады. Олар күн өткен сайын Абайды жаңа қырынан тануда. Өйткені Абай мұралары бүгінде, болашақта да өзінің өміршеңдігімен мәңгі жасайтын ғажап туындылар. Абай шығармалары қазірдің өзінде көптеген тілдерге аударылып, әлем халықтарының жақсы бағасын алуда. Соның бір дәлелі, Қытай Халық Республикасында Абай шығармаларының қазақша нұсқаларынан сырт оның 3 бірдей дастаны және өлеңдері мен қара сөздері Қытай тілінде жарық көрді. Ақынның өз кіндігінен 10 бала тарады. Бәйбішесі Ділдәдан, Ақылбай, Әкімбай, Әбдірахман, Райхан, Күлбадан, кенже баласы Мағауия, екінші әйелі Әйгерімнен Тұрағұл, Мегайыл, Ізкәйіл, кенже Абайдың үміт күткен табылары Әдірам. Әкелерінің өлеңдерін жатқайтып, халық арасына таратқан әнші, домбырашы болған. Абай есімін еске қалдыру мақсатында көптеген шаралар жүзеге асты. Ең алдымен Жидебайдағы Абай қыстауы қалпына келтіріліп, ол Семейдегі Абай қорық мұражайының филиалына айналдырылды. Ақын жерленген зиратқа гранит пен мрамордан құлпытас орнатылды. Семейде және Қарауылда ескерткіш орнатылды. Ақынның арғы тегі орта жүз тобықты арғын ішіндегі Олжай батырдан басталады. Олжайдан Айдос, Қайдос, Жігітек есімді 3 ұрпақ тарайды. Бұлардың әр қайсысы кейін бір-бір рулы ел болып кеткен. Айдостың Айпара деген әйелінен Ырғызбай, Көтібақ, Топай ана айтқандай, шынында ішінде Ырғызбай ел басы. Ырғызбайдан Үркер, Мырзатай, Жортар, Өскенбай тарайды. Өскенбай шаруаға жайлы, билікке әділ кісі болғандықтан, ісің адал болса Өскенбайға бар, арам болса Ералыға бар деген мәтел сөз қалған. Өскенбайдың әйелі Зердеден Құнанбай туады. Құнанбай 4 әйел алған адам. Оның бәйбішесі Күнгіден Құдай берді, інісі Құтмұхамбетке айттырылып, қалыңдық кезінде жесір қалған соң өз алған екінші әйелі. Қартайған шағында үйленген ең кіші әйелі Нұрғанымнан ұрпақ жоқ. Абайдың атадан 6, анадан 4 едім дейтіні осыдан. Болашақ ақын сабырлы мінезімен, кең пейілімен ел анасы атанған, кәрі әжесі Зеренің таусылмайтын, мол қазынадай аңыз ертегілерін естіп, абысын ажынға жайлы, мінезі көнтерлі, әзіл қалжыңға шебер, жүнбаға жетік өз анасы Ұлжанның тәрбиесінде өсті. Абай әуелі ауылдағы Ғабитхан молдадан сауатын ашады, 10 жасқа толған соң 3 жыл Семейдегі Ахмет Риза медресесінде оқиды. Бұл медреседе араб, парсы тілдерінде негізінен дін сабағы жүргізілетін еді. Құрбыларынан анағұрлым зейінді бала оқуға бар ықыласымен беріліп, үздік шәкірт атанады.
Ол енді дін оқуын ғана місе тұтпай, білімін өз бетінше жетілдіруге ұмтылады. Сөйтіп көптеген шығыс ақындарының шығармаларымен араб, иран, шағатай, ескі өзбек тілінде жазылған ертегі, дастан, қиссалармен танысады. Шығыстың Низами, Науаи, Сағди, Хафиз, Зури сияқты ұлы ғұлама, классик ақындарына бауыр басады. Медресенің 3-ші жылында Абай Семей қаласындағы Приходская школаға да қосымша түсіп, орысша сауатын аша бастайды. Бірақ бұл оқуын әрі жалғастыра алмай, небәрі 3 жылдан соң оның мұсылманша да, орысша да оқуы аяқталады. Абайдың басқа балалардан алымдылығын аңғарған Құнанбай оны елге шақырып алып, өз жанына ертіп, әкімшілдік билік жұмыстарына араластырмақ болады. Сөйтіп 13 жастағы Абай ел ісіне араласады. Абайдың өмір баяны. Абай бала кезінде ширақ, пысық болмағанымен, елдегі шешен, ақын, ертегішілер әңгімесін тез ұғып алатын зеректігімен, ынталылығымен ерекшеленген. Шортанбай, Дулат, Бұқар жырау, Марабай шөжелерді тыңдап өскен. Анасы Ұлжан да шешен болған, сөз қадірін білетін ортада өскен кісі. Оның ағасы Тонтайдың өлерінде қожа молдаларға қарап, жазыла қожа молдадан да бият болды. Енді өлмесек болмас дегені халық аузында мәтел болып кеткен. Құнанбай қажының да кеңінен толғап сөйлер тереңдігі өз тұстастарының ғана емес, шетелдік саяхатшылардың да назарына іліккен. Құнанбай қажы Ескітам деген қоныстан медресе салдырып, өзінің және туыстарының балаларын оқытқан. Абай 8 жасында әуелі сол Ескітам медресесінде дәріс алып, ауыл молдасы Ғабитханнан оқыған. Әкесі оның зеректігін байқағаннан кейін, 10 жасқа толған соң Семейдегі Ахмет Риза медресесіне береді. Онда 3 жыл оқыған, медресенің 3-ші жылында ол осы қаладағы Приходская школаға да қосымша түсіп, онда 3 ай орысша оқиды. Бұл тұста Мұхтар Әуезовтің өзі тұстас үлкен-кіші балалардың барлығынан сонағұрлым зейінді, ұғымтал және ерекше ықыласты болған. Дәрісте арабша кітапты молдасының бірі оқып, бір-ақ рет түрікшеге аударып берген сөздерін кітапқа қарамай жатқа айтып шығалатындай зерек болады. Сонымен дәріс үстінде оқылатын сабақтарды ұғып білу Абайға өзге балалардан анағұрлым оңай тиген. Көп уақытын алмаған. Сондықтан барлық артылған уақытын Абай өз бетімен өзі сүйген кітаптарын оқуға жұмсап, көп ізденуге салынады. Оқуға кірген соң тез есейіп, ілім қуған кісінің қалпына оңай түсіп кеткен. Оқыған кітаптың көбіне сынмен қарай білетін, сезімді оқушы бола бастаған. Өзінің әбден сүйіп таңдап оқыған ірі ақындары болады. Сол бала күнде жаттаған кейбір өлеңдері ұлғайып, кәрілікке жеткен уақытына шейін есінен шықпаған, ұмытылмаған деген тұжырымы болашақ ұлы ақынның қалыптасу кезеңін айғақтайды. Абай бір жағынан шығыс классиктері Низами, Сағди, Қожа Хафиз, Науаи, Физули, Жәми тағы басқаларды оқыса, екінші жағынан Пушкин, Герцен, мұраларын оқып таныс болған. Батыс әдебиетінен Гете, Байрон сияқты ақындарды оқып, түрлі ғылым салалары бойынша зерттеулер жүргізілді. Есейген шағында осы өзі оқыған философ, ақын, ғалымдармен тең дәрежеде пікір таластырып, олардың ішінен ірі ақындардың өзіне әсері болған кесек туындыларын қазақ тіліне аударған. Аударған өлеңдері көркемдік жағынан негізгі нұсқасымен тең түсіп, кейде асып та жатады. Құнанбай Абайдың өзге балаларынан ерекше зеректігін ерте сезіп, оны әрі қарай оқытпай қайтарып алып, ел ісіне араласуға баулиды. Сөйтіп 13 жастағы Абай әке ықпалымен әкімшілік билік жұмыстарына араласады. Ол әке қасында болған жылдарда қазақ даласындағы әлеуметтік өмір қайшылықтарын жан-жақты тани түседі. Патша үкіметінің отаршылдық саясатымен парақор орыс әкімдерінің жергілікті жарамсақ болыстар әрекеттерінің халық тағдырына кеселді, зияндылығын айқын түсініп, соған қарсы батыл қимылдар жасаған. Алайда оның тамыры тереңде жатқанын, отарлау жүйесінің бел алып, елдің құрсауда қалғанын сезіп күйзелген. Патша үкіметінің отаршылдық саясатымен оның аярлығын түсінбей, өзара қым-қиғаш айтыс тартысқа түскен, танымы таяз болыстар мен ел билеушілеріне қарсы күресуге бел буған Абай болыс сайлауына түсіп, жеңіп шығады. 1875-78 жылдары Қоңыркекші еліне болыс болады. Бұл жылдары өз қолындағы билікті пайдаланып, әділдік таразысын тең ұстауға күш салды. Абай кейіннен 1886 жылы Михайлистің ұсынысымен Семей облыстық статистика комитетінің толық мүшесі болып сайланды. Абай 1880 жылы Долгополов, Леонтьевпен танысып, олармен тығыз қарым-қатынаста болған.
Абай ел ісіне араласқан жылдарында әділеттілігімен, білімділігімен көрініп, халық арасында беделі өседі.